Мен 91-ның балаларымен тікелей таныспын, оларды көргенмін, тіпті сұхбаттасқанмын өзіңіз секілді. Олар өте кәдімгі қазақтың қарапайым қарадомалақ баласы ғой, ауылдан шыққан. Біреуі менің өзімнің жерлесім. Тіпті менің көрші ауылымнан шыққан 5 километр екен арамызда. Мен ол ауылдың жағдайын білемін, ол ауылдан анандай жігіт шыққанда мен шын мәнінде таңғалдым да. Ол бізде мысалы әншілерде мынандай түсінікті, бәрі былай тойға бағытталып алғанда, қызыл өрік немесе аспанға қараймын сол сияқты былай жүре береді, біреу бүйтіп кетуден немесе бүйтіп бір шаг жасаудан қорқады да, қадам жасаудан. Ал 91 тобы биде Ерболат мырзаның арқасында осындай не жасап отыр. Ал соңғы уақытта әлеуметтік мәселелерге толғанғыш болып кеткен жігіттің ісі мен сөзі сай келмей састы. Өзінің соңғы рэпінде 91-дің жігіттеріне тіл тигізген рэпер сұхбатында басқаша сайрады. Ең сорақысы бұл емес әрине. Төлөнерімізді көрсетсең толғанып та қоймайды деген жан бұл жолы 91-ды қорғаштаймын деп барын салды. Яғни олар айтып жатыр ғой, шетелге танытып жатырмыз деп, оған Ринат та шықты. Ойбай, шетелге бізді бүйтіп танытпай-ақ қойыңдар. Сендер қазақ ретінде танытыңдар десе. Мен айтам, қазақ ретінде қалай танытасың сен шетелге? Қазақтарды салтын, дәстүрін шетелдікке көрсең, олар бізді абориген дейді. Африкадағы тайпалармен де елестетеді. Яғни бізде көрсету керекпіз ғой, бізде де мәдениет бар екен, тек қана ол мәдениет дегенде ол біздің салт дәстүріміз емес қой. Жаңада мәдениет әкеліп жатырмыз. Сырға таққан әншілерді қолдаймыз, корейлерге еліктейміз, мүсіндерін сомдаймыз. Еркек сымақ қатын тектес 91 деп жасалдық. Ей қазақтар бүйте берсе ел болмаймыз, оңбаймыз. Салт дәстүрімізді мәдениет деп баламайтын Жан Ахмадиевтің пікірімен көбі дерлік келіспейтін көрінеді.